1, 2, 3, 4. Сәлем достар, біз бүгін қаладағы номері 46-шы Балбұлақ балабақшасындамыз. Көріп тұрғандарыңызда мен бүгін осы топтың тәрбие жетекшісі боламын. Ал ендеше кеттік. Балалар балабақшаға келгеннен кейін таңғы жаттығу жасайды, содан кейін ішке кіріп таңғы асын ішеді. Сендер орыс ертегісі Теремокты білесіңдер ғой, а? Жарайсыңдар. Енді біз бүгін осы Теремоктағы мынандай кішкентай кейіпкерлермен ойнайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз тапсырмаларды шешуіміз керек. Мында цифрлардың орындары ауысып кеткен, соларды қазір орындарына қоямыз, иә? Балалар, Батырханның жасаған тапсырмасы дұрыс па? Балалар, сіздер орыс халқының ертегісі Теремокты тыңдағыңыз келеді ме? Олай болса, мұқият тыңдаңыздар. Ертеде орман ішінде бір үйшік тұрыпты. Үйшіктің ішінде ешкім болмапты. Таңғы ас ішіліп болған соң балаларда оқу уақыты басталады. Бұл кезде балалар әртүрлі ертегілер арқылы білім алады. Бұл бір жағынан балаларға да қызық, өйткені ойын жасындағы сәбилер жалғып кетпейді, жаңа нәрсені өзіне қызықты тың форматта үйренеді. Ертегі тыңдап болған балалар сол бойынша математикалық тапсырмаларды орындайды. Кішкентай бөбектер сабақ аяқталған соң дене шынықтыру залына барды. Ноги. Все вместе. Начали. Раз. Мұнда олар әртүрлі дене жаттығуларын жасап болған соң аулауға бірге ойнауға шықты. Ойнап келгеннен кейін түскі асқа отырады. Бүгін бізде кезекшілер осындай кішкентай балақайларымыз. Бұл баланы кішкентай кезінен еңбекке баулайды. Осылай балақандарымыз қасықтарды өздері қойып жүр. Не деген керемет. Приятного аппетита, ребята. Берите хлебушек. Балалар ұйықтап жатқанда бас тәрбиешімен ертеңгі күнге жоспар дайындадық. Жалпы тәрбиеші болып жасаған оңай шаруа емес екен. Себебі балаларға тәрбие мен білім беру, мектепке дайындау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бүгінгі мерекеде балалар қорғау күніне бүкіл әлемге, бүкіл Қазақстан балаларына тыныштық тілеймін. Әлемде жақсылық болсын, балаларымыз бақытты болсын, оларға бақытты балалық шақ тілеймін. Балалар ертегілер тыңдап болғаннан кейін Монтессори кабинетіне барады. Мария Монтессори әдісі жалпы балалардың қол моторикасын дамытуға септігін тигізеді. Ал ендеше жүрейік. Кеттік, балалар. Методика Марии Монтессори включает в себя
самостоятельная деятельность ребенка, то есть взрослый не помогает, а он просто наблюдатель. Монтессори кабинетінің ерекшеліктері сол, мұнда әр бала осындай күнделікті өмірге бағытталған шаруалармен айналысады. Мұнда барлығы мысалға сүлгілердің түсін ажыратады, өздері киімдерді жаяды және мынадай үй шаруаларымен айналысады. Сонымен қатар мұнда әлемді танумен айналысады. Мысалға Айсара деген қызымыз әртүрлі жемістердің дәндерін және де мынандай айбұлақтарды бөліп салып отыр. Бұл оның қол моторикасындағы факт. Мына жерде әртүрлі жануарлар, жер қабаттары, сонымен қатар жемістер мен көкөністер бар. Мысалға Дамир есімді балақайымыз мынандай әртүрлі пішіндегі фигураларды мындай жәшікке салып отыр. Оның ерекшелігі сол, мындай тесіктерден өткізуі тиіс. Бұл оның дәлдігін, мысалға қолының шеберлігін арттыруға көмектеседі өзінің. Мына жерде ас үйге арналған балалардың жабдықтары бар. Батырхан есімді баламыз мысалға үшбұрышта пирамида жасады. Батырхан, сен не жасады? Пирамида, молодец, Батырхан. Мысалға Жанель есімді қызымыз мынадай өруді үйреніп отырсың, е Жанель? Молодец. Біз бүгін қонақта болған номері 46-шы Балбұлақ балабақшасының дәл қазір жетістіктер тақтасында тұрмыз. Мұнда көріп тұрғанымызда 2020 жылы дәл осы балабақша бірінші дәрежелі республикалық деңгейде үздік балабақша номинациясын жеңіп алған. Бұл дегеніміз мұнда тек үздіктердің үздігі ғана жұмыс жасайды дегенді білдіреді. Осымен бүгін біздің балабақшадағы күніміз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлематта болыңыздар. Өнеріңіз өресін деп шексіз тілек айтыңыз, орын берген бақшадан құрметті қонақтар армысыздар. Бәрінен сол бармысыздар. Қостасатын күндерді бақсамен апайларға айтатын ағылсындар. Аспаз біздің аспаз апайға бұл маңдаспас жетпейді. Жері берген ас ойда дәмі ауыздан кетпейді. Кездеспейді бұл маңда қазақша ет пен сорпасы. Әбден тойып тұрсаң да десін саға болсашты.